Парақтайым айдары аясында біз осыдан 100 жыл бұрын жарық көрген Алаш ұранды басылым Шолпан журналы туралы деректерді ұсынатын боламыз. Шолпан деген жұлдыз бар, ал небәрі 8-ақ саны жарық көрген Шолпан журналы туралы сіз не білесіз? Шолпан журналы алғашқы рет 1922 жылдың қазан айында Ташкент қаласында жарық көрген. Өкінішке орай небәрі 8-ақ ай өмір сүріп, 8-ақ саны жарық көрген журнал 1923 жылдың маусым айында әртүрлі саяси себептерге байланысты өмір сүруін тоқтатқан. Журналдың бас редакторы, публицист, алаш қайраткері Иса Тоқтыбай. Шолпан журналында алғашқы рет жазушы Мұхтар Әуездің қыр әңгімелері, оқыған азамат, Мағжан Жұмабайдың Шолпанның күнәсі әңгімесі, сонымен қатар Шәкәрім Құрдайбердіұлының Ләйлі Мәжнүн дастаны осы журналда басылған екен. Шолпан журналы саясат, білім, тарих, шаруашылық, әдебиет оқу бөлімдерінен тұрған. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасы сирек кітаптар мен қолжазбалар бөлімінде Шолпан журналының 3 саны сақталған. Жаңа шықты нұрлы Шолпан жарыққа, таратуға нұр сәулесін халыққа, айда туып күнде шықты оңынан, кім адасар бол үшеуі жарықта. Үмітің зор қаптауындай талабың, тым қараңғы сәулесі жоқ алабың, надандықтан құтқаруға халқыңды, сөзің еркін болсын күшті қаламың. Зиятты оқырман, осыдан 1 ғасыр бұрын жарық көрген Алаш ұранды басылым Шолпан журналының түпнұсқасымен танысқыңыз келсе, дәл осы журналды оқығыңыз келсе, біз сіздерді Парасат ордасында күтеміз. Ендеше, құрметті оқырман, дәл осы журналды бірге парақтайық.